Қайырлы күн, құрметті қазақ елі. Өздеріңіз білетіндей, біз тағы да Қытай консулының алдына келдік. Мақсатымыз, барлықтарыңыз білесіздер, туған туысқандарымызды Қытайдың геноцид саясатынан құтқару, түрмеден құтқару, аман-есен елге оралту. Міне дайындалып, алдымызда тор неке. Ана жерге тұрайықшы, ана жерге. Ана жерге тұрайықшы, айналайындар. Ассалаумағалейкум. Ана жаққа қояқ та, жақта мынау біреудің үйінің алдына қоймай қояқ, есік алдына қоймай қояқ, мынау аш жерге қояқ та. Жігіттер, не болып сіздерге ана жерге қоймаймыз ба біз? Қоя салайын ана жаққа, бұрышқа. Міне мына жерге қояйық. Мынау бұрышқа қойсақ та, бұрышқа, мынау. Ау! Мынау біреудің есігінің алдына, мынау. Бастығыңызды шақырыңызшы, бастығыңызды. Рұқсат етілмейді білесің ғой. Міне, көріп отырсыздар. Ыңғайлы жерге апарып қояқ десек, алдыға тұрып алған. Қандай өкінішті тұра, қандай өкінішті. Ана жаққа апарсын деп жатыр. Ой, пұрмой. Қысташы, мен түсіп айтайын, ана жерге апарып қояқшы деп. Не деген түйіп? Бұл жаққа қой деп жатыр. Әжін алып кетті. Ассалаумағалейкум, құрметті отандастар. Қайырлы күн. Қытайда жазықсыз қамауда отырған туған-туғандарымыз деген аналар мен аға бауырлар тағы да Қытайдың консулының алдына келіп тұр. Бірақ өкінішке орай 2021 жылдың 15 наурыздан бері біздің жолымызда осы жерден бөгет жасап келген полициялар бүгінде мінеке осылайша бізді өткізбей тұр. Қазір білмеймін, мына жақта мынау есіктің алдына қой деді, бұл біреудің есігінің алды. Жұмыс істеп жатыр. Бастық шешеді. Қытай жұмыс істеп жатыр. Қытайдың консулдығы мінеке толыққанды жұмыс істеп тұр. Екі адам кетті қағаз көтеріп. Біреудің есігі алы ғой ол. Бізге полиция мына жерге қой дейді. Бұл біреудің есігінің алды мінеке. Мына да есіктің алды мінеке. Көріп тұрсыздар. Біреудің есік алдында қойға мүлдем болмайды. Біз сұрап тұрмыз мына жақта мына бос жерге қояйық деп. Мына кісілердің артында тұрған бос жер, ол көлік қоюға әбден ыңғайлы жер. Мынаның артына қой, қазір мынаны жылы осы жер қойып кет. Мына жаққа дейі ма? Настай тұрасыз бұнда? Қазір мына біреу хозяйна дейді офистің. Мен айтып жатырмын, офистің хозяйны шалқайып офисте отыр, біздің туысқандарымыз түрмеде жатыр. Алсын машинасын дедім. Бүгін міне консулдың алдында туысқандарын іздеп, шарқ ұрып, жылап еңіреп, айтсам де туысқанды. Енді арт жаққа қарай. Мына жаққа қояйын деймін, сіздер жолды жауып тұрсыздар ғой. Артып болғанда мына біреудің есік алды ғой. Қоя берші, қоя берші. Есік алды болса болсын. Қоя берсін. Қоя бер. Автобустың артына келіп отыруға келген жоқпыз ғой, біз бізге консулдың несін түсіруіміз керек. Бұл жерге бір атты шығарған ыңғайлы деп тұрған жерге. Не деген сұмдық деш? Бұлар жоспар тұрған ғой. Мына жерді шығаратып алып машинаға. 324 күн болды міне бүгін. Негізінде осы Қытайдағы қамалып жатқан туысқандарымызды іздегенімізге 4 жылдан асып кетті ғой. 4 жылдан асып кетті. Сөйлей оламыз ба? Білмеймін енді. Міне автобусын әкеп қойыпты. Сөйлей оқсаңғы түсейік та. Сөйлеттірмейді ғой. Сөйлеп алып шығады ғой тағы. Қалдапа сөйлей. Апатай, сөйлей беріңіз, қысқадан нұсқа сөйлейік, одан кейін сыртына түсеміз. Тегі қамаса қамап тастасыншы тура, надоел уже. Сөйлерем ба? Туысқанды іздеген деген бір қылмыс болатын болса, қамасын шапады, тек шаршатып қой уже. Қалдапа. Ау? Қалдапа сөйлей басын. Осы жерде түсірем, Мен Халида Аққан қызымын, өзім Қазақстан азаматымын. Мен мына 3 балаларын іздегенге 5 жыл болды. 5 жылне ешқандай дерек жоқ. Қытай консулы алып шыққанға 324 күн болды. Ешқандай дерек жоқ.
Қытай еліне айтадым, Қытай еліне. Менің мына 3 баламны тауып бер, қай жерде менің балаларым? Менің балаларым намаз оқыдың, жұмаға бардың деп 4 ай Қытайша оқисын деп алдап алып кіргізіп, менің 3 балаларым 22 жылдың 2 баламны, 10 жылдың 1 баламны 54 жыл соттап жібердің. Менің балаларым қайда? Менің балаларым қазақ болғалық үшін, мұсылманлық парызын өтеу үшін 5 уақыт намаз оқыған күнәлі ма? Менің балаларым 3 балам бірдей қылмыскер болғаныма намаз оқығанға менің балаларым шығар. Ши Цзиньпин, Жаңшы, менің балаларым шығар. Менің балаларым шығарып 3 балалар ұлдарымны, 3 келінім, 14 немеремні осы Қазақстанға паспорт жасап, көші-қон қатарды әкеп бермесең, мен бұл әрізімді тоқтатпаймын. Бұл күресімді тоқтатпаймын. Қай уақыт болса, мен бұл күресімді күрескен. Мен күрескен. Мен 3 келінімді маған кезіштір. 14 немеремді кезіштір. Менің 3 ұлдарымны, 14 немеремді, 3 келінімді мен 2016 жылдан бастап, 2016 жылдан бастап мен 3 келінім, мен 14 немере 3 ұлдарымды көрген емеспін. Дауысына естіген емеспін. Телефон нөмірді бермейді. 3 келіндерім күйеуімнен айырылды. 3 ұлым түрмеде, 14 балаларынан айырылды. Балаларымны күйеуіне қос. Ұл келіндерімні, немерелерімні әкешесіне қос. Бәріне қосып жібер. Маған жіберсең мен әрізін тоқтатамын деп бұл күресім тоқтатпаймын. Қытай көзінің алдын кетпеген. Мен мына Қазақстан органдарға айтқаным сырты министрлік, Нұр Отан, Қасым Тоқаев Жомарт Мырза, бұрынғы президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы президентіміз көмек сұраймыз. Біз Нұрсұлтан қаласына барған қолымнан өзім әзіріп кеткем. Ешқандай жауап жоқ, қарастырып атырмыз дейсіздер, әлі жауап жоқ. Мына Жаңшы бізге елшіміз жаушы oldu. Жаңшы жоғал. Ши Цзиньпин Жаңшыны алып жоғал. Жоғалмайтын болса, өз ақыры қазаққа, бүтін Қытай қамаған, тұз қалған, қамаған қазақтарға жауап бермей өз асылып өледі. Ши Цзиньпин алып кет, жоғал. Мына Жаңшыны қайда апарсаң апар. Керегі жоқ бұнда жаушының. Бізге айтарым осы. Мына Америка, Түркия, халықаралық сот, әрбір органдардан біз көмек сұраймыз, біз көмектесіңіздер. Апа, балаларыңыз аман есен тезірде елге оралуын Алла нәсіп етсін. Күрестеріңіз иншалла жемісті болсын. Амин. Күлпи әпке, сіз тікелей эфирдасыз. Бүгін Қытай консулының алдына келгелі 324 күн болды. Мен Анархан Қанатбек қызын іздеп жүргелі. Міне 324 күн болды. Қытайдан әлі жауап жоқ. Естуімізше Шинжаңның бастығы Чин Шуангоның орнына Ма Шинрui алмасыпты. Біз Қытай үкіметіне мейлі 10 бас алмасса да, мейлі 20 бас алмасын, бірақ біздің Қытай отбасымыз жерлесе, біздің бұл саясат, біздің бұл қарсылығымыз өмір бақи тоқтамайды. Маған 100 басын алмастырсын. Бірақ та осы дүркінгі айтатын, Ма Шинруиға айтатыным, Чин Шуангоның жолында жүрмей біздің отбасымызды қоя бер. Біздің отбасымыз ешқашан қылмыс өткізіп көрген жоқ. Сендердің Жүңгі Коммунистік партиясының жалған жалалары менен бәрі түрмеде отыр. Сол себептен мен Ши Цзиньпинге айтарым. Ши Цзиньпин, сен Ши Цзиньпин Чин Шуангоның кезінде сен әкелгенсің. Енді Чин Шуангоны алмастырып Ма Шинруиді әкелдің. Не оттап, не ойлап тұрғаныңды тек өзің ғана білесің. Сол себептен сен Ма Шинруиді әкел, одан басқасын да әкел. Бірақ біздің отбасымыз түрмелерден, үйғамақтардан, лагерлардан шықпағанша біздің бұл күресіміз тоқтамайды. Біз сенімен алысқанымыз асысқан. Ең жақсысы Шинжаңдағы әрбір отбасын, әрбір қазақты, әрбір адамды түрмелерден, лагерлардан, үйғамақтардан шығар. Қазақстанға отбасымызға жіберіп бер. Әрбір қазақтың өзінің жерде құқығы болсын. Ма Шинруи,
立刻释放我们的家人，立刻释放，无条件释放，因为是我们的家人是无罪无辜的，你们全是被冤枉抓的。所以说，我给马兴瑞提醒，你新来的可能也了解新疆的情况，最好释放我们的家人，最好释放我们的家人，我们家人是无辜的、无罪的，你们被抓了。мен тағдамна күндер айта кетейін ақиқаттың отбасы, ақиқаттың інісі, ақиқаттың анасы, тағы да ақиқаттың әкесі, ақиқаттың әкесін бір үйлі жанды, ақиқаттың әкесін түрмеде ұрып өлтірді. Машин Рэй, Алтай地区塔城地区的哈利多拉，马兴瑞看清楚，把这个人已经死亡到监狱里。立刻释放，立刻释放他3个人。мына кімнің Алмақанның ағасы, Алмақан тәтенің ағасы Бақытжан Мырзаның қоя берсін, 10 жылға соттаған. Нұрзат екен айтасың. Нұрзат әкпе, Нұрзат Ермекбайқызының ағасы. Бұл кісі де жазсыз түрмеде жатыр. Түрмеден қоя берсін, отбасын қачып берсін. Баймұрат Наурызбек, Кызылжауданның Машин Рэй看清楚，这就是宜宁县的伊犁州宜宁县哈俩嘎旗乡被抓的，立刻释放。Айболат Азамат, bu da 12-15 жылға сотталған. Шығар түрмелерден отбасымызға қоя бер. Гүлнұр Тәтенің отбасы, Сәрсенбек Әкбарұлын юғамаққа ұстап отырсың. Лагерьға жаптың, түрмеге жаптың, енді нен қалды? Отбасына жібер. Ақын қалған жоқ. Осы кісілерді Машин Райдан сұрарым. Кешерін, дико шифан,無条件шифан. Гүлбараның қалды. Окей. Мен мына Қытайдың консулдығының күзетшілері күн сайын келіп, осы адамдарды фотоға түсіріп, видеоға түсіріп жүреді. Қанша адам келді, кім келді, мінекей көріп отырсыздар. Күзетші мырза, айтыңызшы, неге фотоға түсіріп жатырсыз? Күзетші мырза. Мына Қытайдың консулдығының күзетшілері келеді дағы ылғи да фотоға түсіреді, видеоға түсіріп алып кетеді. Бірақ енді бұл аналардың іс-әрекет күзетшілерге тым керегі жоқ. Осындағы Қытайдың консулдығының арнаулы тапсырмасымен келіп түсіретіні ол белгілі. Ал енді Қытайдың ұятсыз консулдығы болса, біз бұл аналарды көрмептік, білмептік, бұлардың осы консул алдында жүргенін естімедік деп шімірікпестен пәтшағарлықпенен өтірік айтады. Өздеріңіз көріп білгенде, мінеки Қытайдың Қазақстандағы өкілдігі осылай шімірікпестен өтірік айтады, ал Қытай өкіметі де дәл солай ылғида өтірік айтады. Ал енді Қытайдың осы Қазақстандағы бас елшісі Чаңшау деген елші деп айтуға оның ешбір толымдылығы жоқ. Ол жүрген бір жаушы. Себебі осы туысқандарын іздеген аналарды олар қылмыскер деп атаған. Олардың туысқандары қылмыскер, олар қылмыскерлерді іздеп жүр деп жала жапқан. Бұндай жалақор елшінің Қазақстанда елшілік етуге ешқандай толымдылығы жоқ. Сол себепті бұл сұмырай өтірікші елшінің елден кетуін біз қатаң түрде талап етеміз. Жалғастыра беріңіз. Машин Райға айтатыным, Чиншанғоға айтатыным. Xi Jinping，你已经换掉了新疆的人，新疆的领导换掉了，最好把这个也赶走，把这个也换掉，这个不是人，立刻换掉。Бізге мынаның керегі жоқ, Xi Jinping. Керегі жоқ. Мұндай өтірікші, суайт, халықтың қамын ойламайтын, елдің зарын түсінбейтін бұндай елшінің бізге керегі жоқ. Алып кет мынауыңды. Өтірікші жалақордың. Өтірікші жалақор. Бұл елші емес, бұл жаушы болды ғой қазір. Жаушы бұл. Бұны алып кет. Алып кетпесең, біз осыны өстіп көтеріп жүреміз. Бұда тұру, бұл жерде тұру салайты қалған жоқ бұның Қазақстанда. Қазақстан халқына, Қазақстан өкіметіне жала жабатын бұның ешқандай қақысы жоқ. Кессін, ең жақсы. Болдыңыз ба? Сіз мені былай жақындап сөзсіңіз, күндік. Біз бірден
Biz birden düşemiz hazır. Си Цзиньпин Dayım bulunuz. тездетіп шығыс түркістандағы біздің қандастарымызды қазақтарымызды босат, геноцидтік саясатыңды тоқтат. Сенің 2017 жылдан бері қарай жасап жатқан геноцидтік Biz birden süremez. Kıstaydı endi. Düşemiz. бәрі біліп отыр, жалғыз біз емес бәрі. Ал енді сол геноцидтік саясаттың нақ куәгері мына бізбіз. Сол себептен мына Асқар Азатбекті тездетіп Қазақстанға жібер. Жалғыз Асқар Азатбек емес, шығыс Түркістанда қиналып, қорлық көріп жатқан біздің қандастардың бәрін босат. Біз бар кезде, бейбітшілік өмірде өмір сүріп жүрген біз, қазақтар бар кезде шығыс Түркістандағы қандастарымызды, қазақтарымызды қорлыққа, зомбылыққа таптатпаймыз. Біз дәлелдейміз. Егер де тездетіп осы мәселені шешіп, қандастарымызды шығармайтын болсаң, босатпайтын болсаң, еркіндік, азаттық бермейтін болсаң, халықаралық сотта кездесеміз. Düşemiz mi? Апа, қазір мен сізді жақсылап түсіріп қоямын, қолыңыздағы суреттеріңізді. Құрметті отандастар, өздеріңіз күнделікті куә болғандай, бұл аналарымыз осы Қытайдың консулының алдында келісіменен осы полицейлер бағанадан бері көрдіңіздер, бірден аяқтарын жерге тигізбестен мынау автобусқа басып дереу алып кететін. Автобустардың қазір от алдырып мінекей дайындап жатыр. Қандай да бір жағдай болғанда, немесе апалар қазір осы аналарымыз есіктен түсетін болса, ұстап апарып қамап қою немесе қандай да бір әкімшілік айыпқа тартуы әбден мүмкін. Сол себепті біз қазір көліктің ішінде отырмыз. Сол себепті бұл аналарымыз Қытайда жазасыз қамауда отырған туысқандарын осы көліктің ішінде отырып іздеуге мәжбүр. Егер көлікті түсек алып кетеді, апарып қамап қояды. Бірнеше рет қамалып та көрді бұл кісілер. Бірақ қамайды екен деп күн сайын қамалып отырған, менің ойымша енді шарт емес сияқты. Күн болса суық, ол жерде бірнеше сағат қамауда болғаннан кейін кешкісін шығады. Халида апамыз болса сонау Алматының батысында Шамалған деген ауылда тұрады, білесіздер. Алтын Орданың кептелісінен өтіп үйіне барғанша кешкі сағат 8-9 болып кетеді. Сағат 6-7-ден кейін қаланың кептелісі қатты басталады, әсіресе Алтын Орда маңында. Кей күндері бұл кісінің ауылына баратын жаңағы шағын автобустарда тоқтап қалады. Бірнеше рет бұл кісі қатты қиналып қалды, автобустары жоқ. Бірнеше мәрте мен өзімді апарып қойдым. Сол себепті менің ойымша түсіп бұл жерде ұсталып күні бойы полицияда отырған шарт емес деп ойлаймын. Апа, айтатындарыңызды айтып болдыңыздар ма? Мен айтарым, мына 2022 жылы болған әліпбиге қарсымын. Бойкот жариялаймын. Теріс сіз, апа? Көмектес сүрейін оң ұстауға. Іштек жағамайды. Апа, сіз енді үлкен кісісіз ғой, оң болып қалды ма, теріс болып қалды ма? Әйтеуір, қолыңыздағы ұстап тұрған суреттер көрінісі бұл демес па? Менің айтарым сол. Гауһар тәте? Біз консулдың алдында жүрген жәбірленушілер, біз жәбірленушілеріміз. Ал біздің туыстарымыз қылмыссыз нақақтан нақаққа сотталып жәбірленіп ол жақта жатыр. Біз мына жақта жәбірленіп жүргенімізге 324 күн болды. Біз мына алдымыздағы февраль айында 2022 жылы қыстық олимпиада өтетін Қытай қаласындағы олимпиадаға мүлде қарсымыз, бойкот жариялаймыз. Бізге бұндай олимпиаданың керегі жоқ. Геноцидті жасап, аз ұлтты, мұсылмандарды қырып, ойына келген істеп, содан кейін олимпиада жасағанның керегі жоқ. Олимпиадаға мен мүлде қарсымын. Бейжіңда өтетін олимпианы бойкот жариялаймыз. 324 күннен бойы бізге жауап бермеген Қытай үкіметінен не үміт күткелі болады? Қалай о жерде олимпия өткізгелі болады? Сол үшін біз Қытайдың олимпиясына қарсымыз, бойкот жариялаймыз.
Енді өздеріңіз ақылдасып көріңіздер, түсем десеңіздер, түсіңіздер. Енді ол бесенеден белгілі. Қазір сөздер акиметтің бір өкілдігі келеді да, мынауларыңыз заңсыз деп кітапқа қарап, акиметтің жазып берген жаттамалы заңның бір тармағын оқып береді да. Ары қаратай полициялар қолтықтарыңыздан ұстап, жаңағы жүрмесеңіздер сүйрелеп, жүрсеңіздер қолтықтарыңыздан демеп алып кетеді да, мына аптызға басады мінекей. Барлық аптызға бас алып кетеді. Көп қол түс көрмейміз ма? Мүмкіншілік бере ма? Негізінде міне 2021 жылдың соңғы күндері өтіп жатыр. Бүгін 28 декабрь. Уже мына машинада отырып, сұхбат беріп, машинада отырып, наразылығымызды білдіргеннен шаршап кеттім. Мен өзім ойымша қазір түсіп ана жаққа кәдімгідей талабымызды білдірейік деп отырмын. Түсеміз. Қамаса қамасын, ол жақта біздің туысқандарымыз түрмеде жылдап жатқан кезде алып барып Уроводға қамағаны, оның бәрі ерунда мен үшін. Иә, мен анамды 4-5 жылдан бері мен анамды 3 сағат отыруға бүгін көреміз. Енді шешімді қабылдайтын сіздер. Менің балаларым 5 жыл неғып түрмеде соттанып отырғанға, балаларым шыдағанға жаным құрбан. Мен 3 сағат отырамын, 4 сағат отырамын, мен отырғанға дайынмын менде. Көреміз. Бізге бір кемшілік қылып, мүмкіншілік бере ма? Жаңа жылда мені сабалар көрейік. Енді шешім қабылдау сіздерден. Менің жұмысым сіздердің осы іс-әрекеттеріңізді осы тікелей эфирге түсіріп бақылау. Сіздердің сөздеріңізді біреу естіп тұр ма? Полициялар жақындап келе жатыр ғой тек. Қызық осы полициялар бар ғой. Көріп отырған шығар. Мүмкін. 500 грамм қағыз өтіп ма кім біледі? Бірақ уже шаршадық. Бұл не деген бассыздық, бұл не деген тек заңсыздық. Біз деген туысқанды іздеу деген бұл қылмыс емес қой. Ешқандай да қылмыс емес. Біз мына Қытайдың консулын жарайық деп, немесе бомба тастайық деп келіп отырған жоқпыз. Біздің талап еткенімізге 324 күн болды. Таваны күректей. Әлі шыққан жоқ. Шықпаса да түсіп мен өзімнің наразылығымды сыртта білдіргім келіп тұр. Кең ауада. Апа жүр. Ертең ше? Ертең тағы да көреміз. Ертең тағы көресіздер, иә? Жоқ, өздеріңіз қараңыздар. Қарамайсың ба? Гауһар. 2021 жылдың уже соңғы күндері. Міне таванды күректей 324 күн жүргенде әлі жауап берген жоқ. Мына соңғы күнде әлем білсін не болып жатқанын. Мына Қытайдың дипломатиялық жолмен жұмыс істей алмайтынын, геноцидті жасап алып, біз жасамадық деп тып-тыныш отыра беретін әлем білсін. Сол үшін сыртқа түсіп мен наразылығымды білдіремін. Жүріңіздер. Сіздер түсесіздер ме? Бірден түсеміз аяқ. Бірден түсіңіздер онда. Бірден. Гауһар тәте. Мен түс көрейін. Гауһар тәте, сіз бірден түсіңіздер тәте? Гауһар түссен. Иә. Мен кішкене жайлырақ деймін. Ана бала не қылып тұр? Сол түсін шықлап. Дайын болып тұрмайды. Мына көрінеді. Қазір мен түсірейін бар. Полициялар, күш көтермеңдер, күш қолданмаңдар, полиция. Гауһар тәтемізді мінеки бір ауыз сөз айтқызбай, аптызға көтеріп салды. Халид апамызға түсті мінеки. Күш қолданмаңдар, полиция, күш қолданмаңдар. Күш қолданмаңдар, полиция, күш қолданмаңдар. Полиция, күш қолданмаңдар. Күш қолданмаңдар, полиция, күш қолданмаңдар. Апаның аяғын ауыртасыңдар, полиция. Сіз түспей қоңыз бол, не қаласыз түсіп қазір? Түспей қоңыз бол, тәте? Жоқ, тыңдаңызшы мені. Жоқ, сіз мені тыңдасаңызшы, тәте? Болды, бұл түскен жоқ, полиция, тиіспе. Гүлбе, тәте? Міне? Гүлбе тәтеге түспей қойыңыз деп едім, тыңдамады.
Гүлбәт әтенде мінеки ұстап апарып. Ал жігіттер, мен түссе менді ұстайсыңдар ма? О, полиция! Так, апаларын бәрін ұстадыңдар. Мен түссе менді ұстайсыңдар ма айтыңдаршы? Айтыңызшы, полиция! Мен операторыма түсіріп жүрген. Мен түссе менді ұстайсыңдар ма? Ұстамасаңыздар түсейін. Қазір енді өздеріңіз көріп тұрсыздар міне. Апаларыма түспей қоясыздар ма деп өтініш жасап едім. Енді оған да қарамады. Бірінші Гаухар тәте түсті. Дереу Гаухар тәтені көтеріп барып осы автобусқа басты. Одан Халида апамызды да көтеріп апарып басты. Одан Гүлбәт әтеге түспей қойыңыз деп едім. Жоқ, мен апалармен бірге барамын деді. Ол кісін де көтеріп апарып осы жерге басты. Енді өздеріңіз білесіздер, 324 күннен бері осы аналарымызды күнделікті тікелей эфирға түсіріп хабар таратып келемін. Менің жұмысым сол еді. Бірақ менің оператор болғаныма, хабар тарататын блогер болғаныма қарамастан, осы апалармен бірге түскен заман мені де көтеріп апарып, талай рет автобусқа басып қамаған. Халида апамыз автобустың ішінде осы жерде отыр міне. Қолында сурет бар. Так, телефонды қойып қойдым мына жерге мінекей. Машинаға қолыма ұстап отырған жоқпын. Машинаның ішіне алға таман жылжытып қояйын. Телефон құрылғы бұл жерде тұр. Мына жаққа қоя салайын да. Қазір мен ұстап келсеңіздер ма, біреудің есік алдына қойып қояды ғой. Алдына қояйын машинаны, мына есік алдына қойса қазір шыға алмай қалады. Полициялар мінекей себебі қазір көліктен түсіп менде стоп кетеді. Мені ұстап кететін болса, ана көлігім біреудің үйінің алдында қалуы мүмкін, сол себепті мына жерге қойдым. Енді құрметті отандастар, мен де апалармен барып, апалардың қасында болайын. Себебі апаларымыз кеткеннен кейін 3 сағат бойы немесе одан да көп уақыт ұстап отыру мүмкін сол жерде. Кешіріңіз, кім бұл жерде бүгінгі бастарыңыз айтыңыздар, мен бір-екі сұрап алайын. Полиция, кім бүгін бас айтасыз ба? Шақырыңыз бастарыңызды.
фамилиясы емес? Ау? Гүлбияның фамилиясы. Қазыбек Гүлпия. Қазыбек. Аха. Гүлбия, е? Жоқ, Гүлпия. Гүлбия. Аха, Гүлпия Қазыбек. Бастарын шақырасыз ба, мен бір-екі сұрау сұрайын. Кім бүгінгі бастық айтыңыздаршы, сіздерге жауапты? Бір-екі сұрауым бар еді. Не үшін, жарайды, айта бересіз, не үшін апаларды ұстап отырсыздар? Қандай себеппен? Мына кісі мінекей Неге машинадан түспей жатып ұстап алдыңыздар? Гауһар тәтеміз автобустың ішінде. Ол кісілердің қолында плакат болды, айғайлады дейді. Қазір мен түссе, мен де ұстайсыздармайсыңыздаршы, мен енді блогермін ғой. Осы кісілер туралы хабар таратып келе жатырмын. Ешқандай акцияға қатысқан жоқпын. Айтыңыздар, мен түссем қазір ұстайсыздар ма мен де сонда? Жігітше айтыңыздар, енді заң киіп тұрған, форма киіп тұрған заң адамысыздар. Ұстаймын десеңіз деп түспей қояйын, ұстамаймын десеңіздер апалардың қалын бүкіп шығайын бар. Гауһар Құрманелева тәтеміз автобустың ішінде, оның артында Халид апамыздың артында Гүлпия әпкеміз, 3 адам автобустың ішінде. Көліктің ішінде. Құрметті достар, қазір мен көліктен түсіп, апалардың қалып өткен. Сіздер есті ашыңыздаршы, мен бір апалардан бір-екі ауыз сұхбат алайын. Сонен кейін қайтадан өзім көліне келіп отырамын, жақсы ма? Бір-екі ауыз сұхбат алайын. Құрметті достар, қазір полициядан бірнеше өтіндім. Автобустың есігін ашып, апалардан бір-екі сұхбат алу туралы. Бірақ ешқандай мүмкіншілік бермей тұр. Мен қазір түсетін болсам, мені де қазір апалардың қатарында бірге ұстап кетуі мүмкін. Қазір апаларымыз автобустың ішінде. Қазір полиция, қазір мен айтайыншы, көптен түспей тұрып, мен осы кісілер туралы хабар таратып келген адаммын. Сіздер ылғида мені ұстап кетесіздер. Менің блогер екеніме қарамайсыздар. Мен ешқандай акцияға қатысушы емеспін. Қолымда ешқандай плакат жоқ. Қандай да бір жазып алған ұран қағаздар жоқ. Мен тек қана осы кісілерді ылғида осы тікелей эфирға түсіріп келемін. Сізден бір сұрақ сұрайын. Мынау менің өзімнің жеке телефоным. Мен қазір тікелей эфирдамын. Мен тікелей эфирімді өшірмей, апалардың қасына барамын. Сіздер өтініш сіздерден, менің телефоныма тиіспеңіздер. Егер де мені ұстайтын болсаңыздар, менің қарсылығым жоқ. Сіздермен бірге Медеу аудандық полиция бөліміне баруға ешқандай қарсылығым жоқ. Бірақ полиция бөліміне кіргенге дейін менің телефоныма ешкім жанбаспасын өтініш айтып қойдым сізге, Мемлекеттік көліктің ішінде сіз видео жасамауыңыз керек. Мемлекеттік көлік дейсіз ба? Қызметтік көлік, қызметтік көліктің ішінде қандай да бір заңсыздықтар болса, біз оны қалай дәлелдейміз? Қазір апаларымызды полициялардың біреусі байқамай ұрып қойса, немесе теуіп қойса, өткенде білесіздер, айтан деген бір... Әр қызметкердің өтінде видео жүріп жатыр. Әр қайсының. Жоқ, енді оны білеміз, бірақ өткенде
Алматыдағы орталық мешіттің алдында осы апаларымыз ұстаған кезде Айтан деген бір сүмелек апамыздың шатына теуіп жүрген болатын. Бірақ ол дәлелдеген жоқ, мойындаған жоқ. Сондықтан сондай да бір заңсыздар болмау үшін мен осы тікелей эфирімді өшкім келмеді. Ал сіздер болсаңыздар ылғи да күштеп телефонды тартып аласыздар. Сол себепті мен сізден өтініп тұрмын. Қазір полиция бөліміне барғанға дейін мен тікелей эфирімді қосып барайын. Сіздер бірінші маған айтыңыздар телефонды тартып алмауға, менің құқығыма қол сұқпауға, менің жеке затымды тартып алмауға. Мен сізге тағы да түсіндіріп айтамын. Аха. Қызметтік автокөліктің ішінде сіз видео жасауға болмайды. Біздің әр қызметкердің төрт белгісі бар. Видео жасайды, аудио және видео запись толық береді. Ешқандай өзірді тәртіп бұзушылық және құқық бұзушылық болмайтынына мен сізге кепіл беремін. Жақсы, полицияға сендік. Түсінікті. Енді қараңызшы, қазір мен өзімнің көлігімнен түсіп, жай ғана жан жағымды видеоға түсіргенім үшін мені ұстап кетпейсіздер ғой. Мен ешқандай заң бұзбасам да. Айтыңызшы, мен заңды бұзсам, мынау Қытайдың консулына барып айқайласам, болмаса қолыма плакат алып қандай бір ұран жасасам, сіздер бойынша енді заң бұзды деп айтулары мүмкін. Ал енді мен қазір тікелей эфирге түсіргенім үшін ұстамайсыздар ғой мені. Тек қана көлігімнен түсіп, жан жағымды түсіргенім үшін. Құрметті адамдастар, міне дәл осылайша қазір біздің аналарымыз автобустың ішінде. Мен қазір көлігімді жауып, түкірдім толы, тұлтыбарға қылдық. Құрметті адамдастар, мен қазір көлігімнен түстім. Енді барлықтарыңыз қазір куә боласыздар. Қазақстан Республикасының заңында тікелей эфирге түсіріп хабар таратқан адамды ұстап қамаңдар деген ешқандай бап жоқ. Мен болсам блогер ретінде, яғни әуесқой блогер, бұл жерде айтып отырғаным, әуесқой блогер ретінде осы аналардың күнделікті жағдайынан хабар таратып келе жатырмын. Дәл қазір мінекей өзімнің көлігімнен түсіп жатырмын. Ал енді көліктен түскенімді қандай да бір заңсыз деп полициялар ұстайтын болса, онда тағы да баршаңыз куә болып жатасыздар. Мен жай ғана көліктен түсіп мінекей былай жүрдім. Өз көлігімнен түстім және жүрдім. Себебі апаларымыз көліктен түскен бетте полициялар ұстап кетеді. Ал енді менің көлігімнен түсіп, өзім видеоға түсіруім қандай заңды бұзатынын мен білмеймін. Өйткені осы уақытқа шейін бірнеше мәрте ұстап кетті. Апаларымызды ұстады, мені де ұстады. Ал енді мынау қазір ақпараттық әлемде білесіздер. Мен өзіме сенімдімін, ешқандай заңды бұзып тұрғаным жоқпын. Өз көлігімнен түстім, айналамдағы болып жатқан істер туралы айтып жатырмын. Бұл негізі ешқандай заңды бұзбайды. Ал енді заңды бұзбасам да заңсыз түрде полициялар ұстап кетсе, оған енді бәріңіз куә боларсыздар. Апаларымыз осы автобустың ішінде, мына жерде Азаттық радиосының тілшісі Нұртай ағамыз да осы апалар туралы хабар беру мақсатында осы жерде бізді бақылап тұр. Ал полиция болса мүмкін басшылығына шығар, қайта-қайта қоңырау шалып жатыр. Бастығынан қандай да бір бұйрық келген болуы мүмкін. Енді мінекей мені ұстауға келе жатыр. Мен жай кеттім үйге, жігіттер, жақсы сау болыңдар. Мен үйге кетіп бара жатырмын. Жақындамаңдар, жігіттер, жақындамаңдар. Жоқ, неге ұстап жатырсыздар? Жоқ, неге ұстап жатырсыздар, жігіттер?
қандай заңды бұздым мен? Көлігімнен түсіп, айтыңызшы, көліктен түсу қандай заңды бұзады? Полиция, айтыңызшы, көліктен түсу қандай заңды бұзады? Жоқ, айтсаңызшы бірінші, көліктен түсу қандай заңды бұзады? Жоқ, айтыңыздар, айтпасаңыздар мен бірінші айтыңыздар, сосын түсем, отырам. Үшкіртпейдер, жігіттер. Алыспаңдар, телефон сындырасыңдар, жігіттер. Телефон сындырасыңдар, жігіттер. Телефон сындырасыңдар. Қазір телефон сындырасың, тиіспе телефонға. Полиция, телефонға тиіспе. Телефон сындырасың, полиция, телефонға тиіспе. Сындырас телефонды қазір. Полиция! Айтсаңдар бірінші, неге стайсыңдар? Аяқты қайрасың, полиция! Телефонға тиіспе. Телефонға тиіспеңдер. Қазір өшіп алайын телефонымды. Телефонға тиіспеңдер, жігіттер. Мына өткенде белім қатты ауырып қалсыңдар. Кім мына полиция? Жоқ, тұршы кені. Белім ауырып кетті. Итерме. Жоқ, телефонға тиіспесейші. Онда арып кірші. Телефонға тиіспеңдер. Аяғыма тиіспе, аяғыма тиіспе. Аяқты ауырттың, полиция. Көтер. Телефонға